11-12 тақырып Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Абылай қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мемлекет қайраткері. 18 ғасырда қазақ хандығы билеушілерінің бірі Абылай өзін аса көрнекті мемлекет қайраткеріне тән қасиеттерімен көрсете білді. Абылай хан өзінің бүкіл ғұмырын қазақ мемлекеттігін нығайту мен халықтың бірлігін қамтамасыз ету ісіне арнады. Абылай ханның өткен өмір жолы оңай болған жоқ. Ол 1711, кейбір деректер үшін 17 жылы Түркістан қаласында дүниеге келеді. Оның азан шақырып қойған аты Әбілмансұр болатын. Шыққан тегін жасырып Сабалаға атанған. Сұлтан Абылай мұсылманша жақсы білім алды. Ол шығыстың 7 тілін білді. Домбыраны жақсы тартты. Өзара бақталастық, алауыздық салдарынан болған соғыстар кезінде жастайынан жетім қалған еді. 15 жасқа толған кезінен бастап жоңғар басқыншыларына қарсы соғысқа белсене қатысты. Сұлтанның бойы ортадан жоғары болатын, жауырыны қақпақтай, дене күші зор еді. Замандастары оны батылдығы мен ержүректілігі үшін қатты құрметтейтін. Ол өз ғұмырының ең соңғы күндеріне дейін жауынгерлермен бірге болды. Соғыста қолға түскен барлық олжаны бөлісті. Жаумен шайқастар кезінде бірнеше рет жаралы да болды. Сөзге шебер әрі тапқыр еді. Өз замандастары арасында сөзіне берік, алғыр ойлы, барынша адал әрі адам әділдігімен көзге түсетін. Керемет шешендігімен қазақтардың ежелден келе жатқан әдет заңдарын және шежіресін өте жақсы білетіндігімен ерекшеленетін. Ол өз төңірегіне халықтың құрметіне бөленген ең беделді әрі адал адамдар топтастырды. Абылайдың ішкі саясаты. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметі бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құруға бағытталды. Ол шексіз билікке ие болды, оны халық қолдады. Шоқан Уәлиханов былай деп жазды: қазақтардың аңыз әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар, киелі, құрметті құдірет иесі болып саналды. Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы жеткен жоқ. Ресейдің қол астына өтуді қабыл алғанына қарамастан, ол іс жүзінде Ресейге мүлдем тәуелсіз ішкі және сыртқы саясат жүргізді. 1759 жылы патша үкіметінің әкімшілігі Әбілмәмбетті тағынан тайдырып, оның орнына Абылайдың отыруын ұсынды және оған барлық жағынан қолдау көрсетуге уәде етті. Алайда ел арасында беделі зор әрі алыстан болжайтын көреген сұлтан бұл ұсынысты қабыл алмады. Өйткені ол ұсыныс елдің өз ішінде қазақтардың бірлігін ыдыратуға соқтыратын еді. Патша үкіметі Абылайды бір ғана орта жүздің ханы етіп таныды. Бірақ хан ант қабылдаудың және патшаның сенім грамотасы мен тарту таралғыларын тапсырудың салтанатты рәсіміне барудан бас тартты. Өйткені мені хан етіп сайланған халқым, олай болса, орыс патшасының тағына тағзым етіп ант беруге міндетті емеспін деп білді. Абылай ханға бір орталықтан басқарылатын мемлекет құрудың сәті түсті. 1771 жылы Түркістан қаласында қазақтың бүкіл 300-нің ханы болып жарияланды. Бұған жоңғарлар мен ел бойы қалмақтарының талқандауы үлесі игі ықпал етті. Өзінің қол астындағы халықты неғұрлым жақсы басқару үшін Абылай 300-нің әрқайсысына әйгілі тұлғаларды билеуші етіп тағайындады. Ол сот билігін күшейте түсті. Сонымен қатар белгілі қазақ билерінің, сондай-ақ атақты қазақ батырларының беделіне арқа сүйеді. Сондай күшті, ықпалды саяси тұлға Абылайдың кеңесшісі Бұқар жырау болды. Абылай қазақ рулары мен тайпаларының арасындағы өзара қырқыс, алауыздықтан туындайтын қақтығыстар мен барымта алуды тоқтатты. Ол қазақтардың егіншілікпен, шөп шабумен және балық аулаумен айналысуына қолдау көрсетті. Хан қазақ даласындағы керуен саудасын күшейтуге барынша көңіл бөлді. Ол қазақ даласында темір ұстаханаларын салудың бастамашысы болды. Абылай хан ақын жырау, әнші күйшілер мен діни қайраткерлерге қамқорлық жасап отырды.
Абылайдың сыртқы саясаты өзінің икемділігімен әрі алыстан болжайтын көрегендігімен ерекшеленді. Абылайдың сыртқы саяси қызметі Қазақстан аумағының ешкім қол сұға алмайтын тұтастығын қамтамасыз етуге бағытталды. Мәселен, Абылай Ресеймен өзара қарым-қатынасында тату-тәтті көршілік саясатын ұстануға тырысты. Ресей мемлекетімен дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатты. Ол өз қол астындағы халықты Ресей әскери қызметкерлерімен орынсыз талаптары мен әрекеттерінен батыл қорғай білді. Абылай күш-жігерін жоңғар шапқыншылығын әсер етуге бағыттады. Бұл ретте Ресейдің ықпалды әскери көмегі бола ма деген үміті ақталмады. Жоңғарлар Цин империясын бейбіт келісім жасағаннан кейін барлық күшін батысқа қарай бұрды. Сөйтіп 1741 жылы қазақтарға қарсы тағы бір жорыққа шықты. Жоңғарлардың тұтқиылдан баса көктеп кіруі салдарынан Абылай олардың қолдарына тұтқынға түсіп қалды. Абылайды тұтқыннан босатып алу сәті жоңғар мемлекетінің бейбіт келісім жасалғаннан кейін ғана сәті түседі. Қалдан Серен қайтыс болғаннан кейін оның мұрагерлері арасында кескілескен тақталас басталады. Мұны қазақ сұлтандары оңтайлы пайдалана біледі. Жоңғар билеушілерінің билігі үшін қақтығыстарына араласып кетеді. Бұл қақтығыстардың өз жауын әлсіретуіне және Қазақстанның оңтүстік шығыс аудандарын жоңғарлардан қайтарып алуына мүмкіндік туғызады. 1761 жылы Қытай өзінің Жоңғариядағы жағдайын біржолата нығайту үшін онда империяның Синьцзянь немесе Шыңжаң жаңа шеп атты аймағын құрады. 1771 жылы жалпы саны 180 мың адам болатын ел қалмақтары Қытай шебіне көшуге әрекет жасайды. Кіші жүз бен орта жүздің жерлерін басып өткен әрі жорыққа қапысыз дайындалған қалмақтар қазақтардың әскери жасақтарына күйрей жеңіледі. Қазақтардың қалмақтармен ең ірі шайқасы Жем өзені бойында Балқаш көлінің жағасында өтеді. Мойынты өзенінің бойында Абылай бастаған 50 мың жасақ қалмақтарға ойсырата соққы береді. Бұл Абылай хан билігі тұсындағы орасан зор оқиға. Қазақ тарихында шаңды жорық деген атпен қалады.